Сәлеметсіздер ме? Мектебімізге қызығушылық танытқан қауым. Біздің мектебіміз Абай облысы білім басқармасының, Аягөз ауданы білім бөлімінің, Сакен Сейфуллин атындағы жалпы орта білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Келер 2026 жылдың қарсаңында сіздерге 25 жылы болған мектебіміздегі елеулі жаңалықтар мен ауқымды ақпараттармен бөлісіп, сол ақпараттарды назарларыңызға ұсынғым келеді. 2025 жыл мектеп үшін табысты жыл болды десем қателеспеймін. Себебі төмендегі ақпараттар осы қорытындының дәлелі болмақ. Ендеше әуелі қысқаша мектеп жайлы ақпараттарды естеріңізге сала отырып, 2025 жылдағы маңызды жаңалықтарға тоқтала кетейін. Мектеп жайлы қысқаша айта кетейін. Мектептің жобалық қуаттылығы 575 орын. Бір ауысымда шағын жинақты ауыл мектебі. Мектептің ғимараты 1980 жылы қолданысқа берілген. Педагогтардың штаттық бірлік бойынша саны 20,62. Әкімшілік мүшелері 16,75. Техникалық персонал 21,5. Биылғы оқу жылындағы оқушылар контингентіне тоқталатын болсам, барлық оқушылар саны 119. Мектебімізде сондай-ақ шағын орталық бар. Шағын орталықтағы тәрбиеленушілерге тоқталатын болсам, кіші топта 25, ал ересек топта 16 тәрбиеленуші бар. Жылдың атап өтер жаңалықтарының бірі ол әрине педагог кадрлардың жас мамандармен толықтырылуы. Біздің шағын жинақты мектеп үшін биылғы жылы қабылданған мамандар саны 2 және де бұл біз үшін үлкен жетістік болып саналады. Педагогтардың сапалық құрамына тоқталатын болсам, барлық мұғалімдер саны 27. Соның ішінде педагог зерттеуші 5 мұғалім, пайыздық үлесі 18,5. Педагог сарапшы 1 мұғалім, пайыздық үлесі 3,7 құрайды. Ал педагог модератор 10 мұғалім, пайыздық үлесі 37 пайызды құрайды. Ескі санаттағы мұғалімдер жоқ, санаты жоқ педагогтар 11, ол 40,8 пайызды құрайды. 2025 жылғы жетістіктеріміз, соның ішінде оқушылардың жетістіктеріне тоқталатын болсам,